Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте оңай 5 минутта дайын болатын қытырлақ бөліктер дайындайтын боламыз. Міндетті ревизия болсаңыз дейін көріп, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Бізге бөрек жасау үшін тек лаваш пен сыр ғана керек болады. Сырдың кесілген түрін пайдалансаңыздар болады, мен эмир сырын қолдандым. Сырымызды жуандау етіп, осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Лавашты да видеодағыдай үшбұрыш етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Енді ішіне туралған сырымызды қойып, осылай шетін қайырып орайтын боламыз. Кейіннен бөрегі ашылып кетпеу үшін осылай лавашты кішкене сулап, барлығын жабыстырып шығамыз. Барлығы дайын болған соң қызып тұрған майда осылай бөліктерімізді қойып, екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Осымен өте тез 5 минутта дайын болатын қытырлақ бөліктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды лайк басып арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әлде көп рецепттер болады.